Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып оқушылары. Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгін 72-ші сабақ есептер шығару тақырыбы. Бүгінгі сабақта біз есептер шығаратын боламыз. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Математика күнделікті өмірде. Мына суреттегі екі бала сендерге таныс. Олар кімдер еді? Дұрыс айтасыңдар, бұл Сырым мен Әлия. Балалар өз еліне саяхатқа шығар алдында Қазақстанның қалалары туралы көбірек біліп алмақшы болыпты. Олар қандай қалалар туралы білгісі келген екен? Дұрыс, Астана, Алматы, Ақтау және Ақтөбе қалалары туралы ақпарат алғысы келген екен. Осы суреттің астында балалар сендерге мынандай тапсырма берілген. Есептерді шығар, оларды салыстыр, әр есепке оның қысқаша жазылуы мен сұлбасын таңда. Есептің А, Ә, Б нұсқасы бар. Соған сәйкес 1, 2, 3 деген сызбасы бар. Енді есепті оқи отырып, қай есепке қай сұлба сәйкес келеді? Соны тауып көрейік. А. Сырымға Қазақстанның 8 қаласының атауы жаттап алу тапсырылды. Ол 6 қаланың атауын жаттап алды. Нешеуі қалды? Қалай ойлайсыңдар? Тапсырылды 8 қаланың атын жаттап алуға. Ал Сырым болса, ол 6 қаланың атын жаттап алды. Нешеуі қалды жатталмаған? Дұрыс айтасыңдар, 2-і. Оны қалай таптық? 8 азайту 6 тең болады 2. Енді балалар, осы А нұсқасындағы есепке мына жанында тұрған сұлбалардың қайсы сәйкес келеді деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, бірінші сұлба сәйкес келеді. Тапсырылды 8 қаланың аты, жаттап алды 6-ауын, қалды нешеуі? Яғни 8-ден 6-ын алсақ 2-і. Ә нұсқасын оқитын боламын. Сырымға Қазақстан қалаларының атауын жаттап алу тапсырылды. Ол 6 қаланың атауын жаттап алды. 2 қаланың атауы қалды. Оған барлығы неше қаланың атауын жаттап алу тапсырылды? Жаттап алыпты 6-ауын, қалды 2-і. Барлығы қанша қаланың атын жаттау қажет болды? Қай сұлбаға сәйкес келеді? Дұрыс айтасыңдар, 3-ші сұлбаға сәйкес келеді екен. Б нұсқасын оқитын боламын. Сырымға Қазақстанның 8 қаласының атауын жаттап алу тапсырылды. Егер ол әлі 2 қаланың атауын жаттау керек болса, онда ол нешеуін жаттап алған? Дұрыс айтасыңдар. Бұл бізде 2-ші сызбаға сәйкес келеді екен. Тапсырылды 8, жаттап алды белгісіз, қалды 2. 8-ден 2-ні алсақ, 6 қаланың атын жаттап алған болатын. Жарайсыңдар балалар, енді келесі тапсырма, кітабымыздағы 2-ші тапсырма өзіндік жұмыс. Бұл жерде де сендерге 3 нұсқада есеп берілген, соған сәйкес келетін сұлбаны таңдау қажет. Кәнеки мұқият ойлана отырып таңдап көрейікші. А нұсқасында ұзындығы 60 см таспадан бірнеше сантиметр қиып алынды. Онда тағы 20 см таспа қалды. Неше сантиметр таспа қиылып алынды? Сұлбаға қарайық. Есептің шартында 60 см және 20 см бар. Барлығы 60 см. Одан 20 см таспа қалды. Нешеуін қиып алды? Ойланайық. Ә нұсқасын оқимын. Таспадан 40 см қиып алынды. Онда тағы да 20 см таспа қалды. Таспаның ұзындығы қандай болған? Яғни барлығын табуымыз керек. Қандай амал қолданамыз? В нұсқасы. Ұзындығы 60 см таспадан 40 см қиып алынды. Неше сантиметр таспа қалды? Есептің шартында 60 және 40 сантиметр бар. Ал енді өздеріңді тексеріп көріңдер.
А ол бізде үшінші сұлба, екінші сұлба, Б ол бізде бірінші сұлба. Сендер де тура осылай орындадыңдар деген ойдамын. Келесі тапсырма: кестені толтыр, қосындыны жаз және оны тексер. Балалар, кестеге назар аударайық. Қосылғыш, қосындының мәні. Бірінші қосылғышымыз 40, екінші қосылғышымыз 30, қосындының мәні, дұрыс айтасыңдар, 70-ге тең. Келесі, бірінші қосылғышымыз 20, екінші қосылғышымыз 80, қосындының мәні, дұрыс, 100-ге тең. Енді балалар, осыған сәйкес келетін қосынды жазайық. Біріншісіне қарайық. 40 қосу 30 тең болады 70. Ал тексеріп көрейік. 70 азайту 30 тең 40. 70 азайту 40 тең 30. Екіншісіне қарайық. Бұл жерде қандай қосындық құрастырамыз? Дұрыс, 20 қосу 80 тең 100. Тексереміз. 100 азайту 80 тең 20 немесе 100 азайту 20 тең 80. Келесі кестеміз біздің азайғыш, азайтқыш айырманың мәні. Айырма құрастыруымыз керек. Азайғышымыз 90, азайтқышымыз 30, айырманың мәні бізде 60-ға тең. Екіншісі, азайғышымыз 60, азайтқышымыз 50, айырманың мәні 10-ға тең. Дұрыс айтасыңдар. Енді айырма құрастырып көрейік. 90 азайту 30 тең болады 60. Тексереміз. 30 қосу 60 тең 90, немесе 60 қосу 30 тең 90. Келесі өрнекке айырма құрастырып көрейік. 60 азайту 50 тең 10. Тексереміз. 10 қосу 50 тең 60. 50 қосу 10 тең 60. Жақсы. Келесі тапсырмамыз балалар. Кітабымыздағы 4-ші тапсырма сен зерттеушісің айдарында. Карточкалардан сан таңда, қосу мен азайтуға мысалдар құрастыр. Өздерің көріп отырғанда 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деген цифрлар берілген. Сол цифрлардың кез келгенін таңдай отырып, қосу және азайту амалын құрастырып көрейік. Мысалы, 5 цифрасын алайық және 3. 5-ке 3-ті қосатын болсақ, 8. Келесі 2 немесе 7. 2 мен 7-ні қосатын болсақ, 9. Енді айырма құрастырылып көрейік. 6 және 4 сандарын алып көрейік. 6-дан 4 алсақ, 2. 8 және 4 санын алып көрейік. 8 азайту 4 тең 4. Балалар, бұл берілген сандарға байланысты сендер кез келген өрнекті өздерің құрастырып айтсаңдар болады. Келесі тапсырма дәптер мен жұмыс. Бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Есептерді шығар. А. Ұзындығы 70 см таспадан бірнеше сантиметр қиып алынғаннан кейін, онда тағы 30 см қалды. Неше сантиметр таспа қиып алынды? Біздің қолымызда барлығы 70 см таспа бар. Ол таспадан 30 см қиып тастадық. Қанша қалды? Қалай ойлайсыңдар? Қалай таптық? 70 азайту 30 тең 40. Жауабы қанша таспа қалған екен? 40 сантиметр. Тапсырмасына қарайық. Ұзындығы бірнеше сантиметр таспадан 40 сантиметр қиып алынғаннан кейін, онда тағы 30 сантиметр қалды. Таспаның ұзындығы қандай болған? Біз таспаның 40 сантиметрін қиып алғаннан кейін, таспада тағы да 30 сантиметр қалыпты. Барлығы қанша сантиметр болған? Қалай таптық? Дұрыс айтасыңдар. 30 қосу 40 тең болады 70. Сонда таспаның ұзындығы қанша болған екен? 70 сантиметр. Тамаша. Келесі тапсырмамыз балалар салыстыру тапсырмасы. Екінші тапсырма. 6 сантиметр азайту 4 сантиметр, 5 сантиметр азайту 2 сантиметр, екеуін салыстырамыз. 6 сантиметрден 4 сантиметрді алсақ, 2 сантиметр, 5 сантиметрден 2 сантиметрді алсақ, 3 сантиметр. 2 сантиметр мен 3 сантиметрді салыстырамыз. Қайсысы артық? Әрине,
3 сантиметр артық. Келесі 3 сантиметр, 10 сантиметр азайтылған 4 сантиметр. 10 сантиметрден 4 сантиметрді алсақ 6 сантиметр. Екінші жағымызда 3 сантиметр. 3 сантиметр кем 6 сантиметрден. Келесі 3 сантиметр қосу 1 сантиметр, 4 сантиметр азайту 2 сантиметр. 3 сантиметрге 1 сантиметрді қосқанда бізде 4 сантиметр болады. 4 сантиметрден 2 сантиметрді азайтқан кезде бізде 2 сантиметр болады. Салыстырамыз. 4 сантиметріміз 2 сантиметрден артық. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы орындап болғаннан кейін бағдаршам арқылы өзімізді бағалаймыз.